Sizler ауылдағы стористарды бастаймыз. Ауылдамыз. Ақтас деген примерно Арыстан бір 20-30 километр жерде. Келдім. Қазір жұмыс тірлік басталады, короче. Сына жазуды түсіру үшін ғана тоқтадым осы жерге. Ары қарай дальше кеттік. Жанымда братишка бар. Братишка, қалай жағдай? Тетек болып қалған мұның қалай жағдай? Мұның қалай жағдай? Жақсы. Аузың тісіңді көрсетші. Ыстық малинамен чай қосып, чаймен алып алдым. Қайда баратырмын? Мен қазір тауға баратырмын. Тау болғанда сноубордпен жаңа сырғанауға бара жатырмын. Бізбен бірге Нони, Перизат және Гаухар ханым барам дейді. Сол тауда көрсеміз, сторис салатын боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Кешке дейін енді азанда тірліктерін бітіріп келіп, түсте үйге келгем, содан кәш шығып отырмын қалаға. Қазір жақсылап тұрып тамақтанып аламыз, суппен бір. Одан кейін сол шаңғы тебеміз, шаңғы, сноуборд көреміз енді. Лучше горы могут быть только горы, на которых еще не бывали. Баратыр даясы бармаған жерімізге. Ал, кеп қалдық. Шаңғы деп, мынау бірінші мен айтам да. Бірінші намен жүріп үйрену керек та, негізі. Содан кейін барып шаңғыға келу керек та. Мынау деген біртүрлі робот сияқты келе жатырмын. Кешкі видтің өзі керемет болып жатыр. Қазір былай канаттың дорогымен көтерілеміз. Қызық жерге барамыз ғой үшін. Бісміллә. Сәл-пәл осына барақылау болып жатыр. Ну не? Сен, короче, бүйдесің, радой, неқтан аласың, мен аяқтан дұрыстап берейін. Далада страшно туман болып жатыр ғой. Кәдімгідей қалай көрінбейді ғой кәдімгі. Негізінде көрінбейді кәдімгідей ше, өмірде. Мына бір ауада қарасаңыздаршы, бір өрлер шығып жүр. Майда-майда қарлар ма бір жерлер. Енді әбден шаршадым. Сағат деген масқара уже қанша болды? 2-ден кетті. Тамақ ішуге келдім, тамақ ішіп. Сен көрем, арыға не істейтіміз. Чуғашып кететін жарым. Біздің көбіміздің қателігіміз осы. Және де көп адамнан келіп атқан сұрақтар тоже осындай. Мен тәуекел етем дейді Аллах тағала. Сөйтіп нәтижеге араласам дейді. Нәтижеге біз қалай араласамыз? Бір проблемаңыз бар. Үлкен сумада қарызыңыз бар, иә? Аллах тағалаға айттыңыз. Я Раббым, осындай менің қарызым бар. Менде күш те жоқ, қуат та жоқ деп айтып тұрсыз ғой Аллах тағала. Мен сенсіз бұл нәрсені шеше алмаймын деп айтып тұрсыз ғой Аллах тағала. Саған тапсырдым, Раббым, шешіп берші деп айтып тұрсыз ғой. Енді ертесіне келіп, қайдан кеп қалады екен? Қашан кеп қалады екен? Кім арқылы кеп қалады екен? Не істесем кеп қалады екен деп неге уайымдайсыз? Әрекет жасаңыз, бірақ уайымсыз жасаңыз. Әрекетіңізді жасай беріңіз, бірақ уайымдамаңыз. Мен қазір осындай бір үлкен тауарды сатсам, сол проблема шешіледі деген идея құрастырмаңыз, картина құрастырмаңыз, просто әрекет жасаңыз. Мен қазір сіздерге айтып жатырмын ғой, Аллаға тәуекел еттім ба, артынан уайымдама деп жатырмын, иә? Біз, қараңыз, уайымдамас үшін бірінші біз не істеу керекпіз? Біз Аллахты тану керекпіз ғой. Аллахты танымағанымыздан біз уайымдаймыз ғой. Аллахты танымағаннан кейін, оның құдіретін білмегеннен кейін біз артынан сенімсіздікпен уайымдаймыз ғой. Дұрыс па? Аллахты тану үшін біз бірінші кезекте өзімізді танып алу керекпіз. Мен кіммін? Мен қайдан келдім? Мені кім жаратты? Мен қазір не істеп жүрмін? Бірінші біз не істеу керекпіз? Өзіңізді өзгерту керексіз. Өзгерту деген нәрсе нәтижеге араласпайтындай етіп өзіңізді өзгертесіз. Содан кейін барып Аллаға тапсырсаңыз, Аллах тағала проблемаңызды осылай шешіп береді. Ол үшін не керек? Міндетті түрде білім алу керек. Білімсіз ол ештеңе болмайды. Білімсіз қайда барсаңыз да не болмайды? Нәтиже болмайды. Сол себепті бірінші білім. Түрлі жағдайлар болып жатады. Біреу сізді алдап кетіп жатады. Болмаса сонша еңбектеніп ақша табасыз, жоғалып қалып жатады, ауырып қалып жатасыз, өміріңізде сынақтар келіп жатады, иә? Сол сынаққа бүйтіп мән беріп қараңызшы. Неге дәл осы сынақ маған келді? Мен дәл осы сынақтан не түсіну керекпін? Біз не істейміз? Сынақ келсе, адамдарды кінәлаймыз. Егерде ол сізге Аллахтың атымен ант беріп сізді алдап кетсе, оған да сіз кінәлісіз. Біз
қай уақытта кез келген ситуацияда өзім кінәлімін осы жерде деп соны признавать етпейінше, әлемді кінәлау тоқтатпайынша ешқашанда өзгеріс болмайды. Дәл осындай адамдар не істей береді өміріңізге? Бүгін біреу алдап кетті ма? Құдайдың атын айтып, ертең тағы біреу алдап кетеді. Аргүн тағы біреу алдап кетеді. Осылай жалғаса береді өміріңізде. Егер де біз кез келген жағдайды Аллахтан деп қабылдайтын болсақ, бізге өмір сүру өте оңай. Менің де дәл қазір айтып атқан сөзімді сіз просто Аллахтан деп қабылдаңызшы. Біз егер біреу бір ақыл айтатын болса, қойшы өзіңе қарап алшы, қойшы сен бір баяғыдан андай болғансың ғой деп қабылдаймыз. Егер де осы сөзді мына адамға айтқызып тұрған Аллах қой, мен осыдан бір нәрсе түсінейін деп сөздердің өзін Аллахтан деп қабылдасаңыз, өміріңізде келіп атқан каждый қиындықтарыңызды Аллахтан деп қабылдайтын болсаңыз, сізге сол қиындықтан шығу өте оңай болады. Бір проблема келді ма басыңызға, Аллахтан келді. Неге? Аллах тағала біз қиналсын деп проблема бермейді. Осы жерден құлым бір нәрсені түсінсін, құлым өссін. Болмаса ақыретіндегі бір жақсылық үшін береді. Есіңізде болсын. Ешқашанда сізге